Ұлы Күндікті кешені. Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Сенек селосынан 35 км солтүстік бағытта, Шопан ата қорымынан 4 км жерде орналасқан. жылы археологтар осы жердегі қола дәуіріне жататын екі діни қабірлеу кешені орындарына археологиялық зерттеу жұмыстарын өткізді. Бұл ескерткіштің шартты дәуірі біздің дәуірімізге дейінгі 2000 жылдық ортасы деп белгіленеді. Бірінші қабірдің диаметрі 6 метр болатын дөңгелек пішіндегі тас қоршауы болған көрінеді. Тастары шашылып, бүгінгі таңда құрылысы бұзылған. Екінші қойылымның қабір құрылысы және жерлеу дәстүрі күрделілеу. Қабір дөңгелек пішінді, ірі фундамент тастары сақталғандығынан бұл күмбезді құрылыс болғаны түсінікті болды. Ұлы Күндікті кешенінің жерлеу дәстүрі ұлы даланы мекендеген ежелгі көшпелі халықтың әлем және өмір жаратылысы туралы діни түсініктерімен тығыз байланысты. Ұлы Күндікті діни қабірлеу кешені енді пайда болып келе жатырған көшпелі қоғамның тікелей мұрагері, қазақ халқының рухани мәдениеті дамуының үлгісі болып табылады.